қилы тылсымға толы қиыр бір шетте қайсар қыз барушы еді тәуекелге. Шахзаман мен дүниезада айналдырып құбыжыққа Сұлтан Кәрімді алыстатып жіберді. Талай сапар шексіз өзгелге, жолықса да қаншама қауіпке. Өмір ағашына барар жолда кездескен, Шахризада талмады күресуден. О, Шахризада, ежелгі мың бір түн ертегісіндегі. О, Шахризада, қызыққа толы ертегілерді айтамыз. Бақалшықты өздеріңмен алып жүріңдер. Бақ-бақ аралы Ахмет сипаттағандай болып шықты. Бақ-бақ. Мұнда келушілер бастарынан айырылып, мәңгі бақи ағашта салбырап тұрады. Бану есімді Перизат бізге өмір ағашын түске дейін таба алмайтынымызды айтты. Юқта, оның айласына қарамастан біз жеңдік. Өмір ағашы. Алайда тау басындағы ағашқа шығу оңай шаруа емес. Темір тұлпар. Сонымен, мына таудың төбесіне қайсың бірінші болып шығады екенсіңдер? Шахризада? Сандбад капитан? Көк түсті құбыжық Ханзада? Мен шығам. Кәрім, байқап жүрші. Жарай ма? Бағанадан бері айтуым керек еді. Бұл жартастың басынан аман шығып, ерлігін әңгімелеп берген бір пенде болған емес. Ана бір жеміс бәліші бұл жолы шындықты айтып тұрса, таң қалмаймын. Бір жамандықты сезіп тұрғандаймын. Оны жақсы жаққа өзгертудің бір амалы бар шығар. Оның көңілін табалам деп ойлама. Ол тіпті менің жетістіктерімді елемей қойды. Оның әр қадамы сиқырға толы. Сен мені ойлағандай нағыз ержүрек емес екенсің, Сандбад капитан. Тыңда, қарындас. Өмірімде талай қатыгез аңдармен шайқасып, бәрін жеңіп шыққам. Ал анаған келетін болса, оның түк те қиындығы жоқ. Кәрім ағашқа жеттім дегенше, сен бақ-бақ деген сөзді айтып үлгермей қаласың. Қане, Кәрім! О, Кәрім, аласың ба? Бақ-бақ. Аман секілдімін. Жай тайып кеттім. Оңай емес екен. Айттым қой. Өтінем ханшайым Бану Перизат, жүрегіңде иненің жасуындай мейірім болса, бізге көмектесші. Оның көмегі керек емес, және ол бізге көмектеспейді де. Өзім бір амалын табам. Қолыңнан келетіндігіне бәс тігесің бе? Күшімнің қандай екенін көрсету үшін бәстен керегі жоқ. Ханшайым. Сенің орныңда болсам, мұндай қадамға бармас едім, мақтаншақ. Бұл ағашта сен секілді жандарға арналған бос орындар толып жатыр. Солай ма, достарым? Айтыңдаршы, қане? Бақ-бақ. Менің қолымнан келеді. Осыдан қарада тұр. Анау маған мүлде ұнамайды. Бұл әлі бастамасы ғана. Мен оған көрсетейін. Көрдіңге еш қиындығы жоқ. Алға. Тек жоғарыға. Мәссаған, қимылын қараңдар. Ойлап қарашы, көп ұзамай өз қалпыңа келесің. Сұлтанға айналасың. Әкең армандаған тақ иегері боласың. Ал мен... Мен жай ғана Шахризада болам. Жай ғана Шахризада ма? Сенсіз мұндай шытырманға толы ұлы оқиғалардың бірі де болмасы. Осымен бәрін аяқтаудың қажеті жоқ. Шытырманға толы жорықтарымызды әрі қарай жалғастырсақ қайтеді. Сұлтан болсам, ол мүмкін емес қой. Тақта отырған кезімде дәл әкем секілді күні бойы бұйрықтар шығарып, құжаттарға қол қоюмен болам. Бұны қалай түсінуге болады? Екеуің өзі доссыңдар ма? Әлде?
Не, біз бе? Біз жай ғана доспыз. Солай ғой? Солай. Жел өрмелеуге кедергі жасауда. Шыңның басына жетуге аз қалған сияқты. Қызық, ағаш неге жақыннан көрінбейді? Тездетпесем болмас. Алға Сандыбат. Қане. Қажет емес. Көмегім қажет пе, сұлуым? Айтсаңшы. Сен бе? Өмір ағашын қалай табуға болатынын білемісің? Мен бе? Жоқ. Ендеше көзіме көрінбе. О, сәлем. Сен кім боласың? Онымен ойнаушы болма. Мұны жасаған Харун Хали. Демек ол ойыншық емес. Бірақ сүйкімді екен, кішкентай ат. Аяқтары бар екен, құйрығы не? Шахзаман. Кетіп барам, Райхан гүлім. Қане Сандыбат, теңіз басшысы, сенің қолыңнан келеді. Расымен де тамаша өрмелейді екен. Бір өкініштісі төбесіне ешқашан жете алмайды. Маған солай көрініп тұр ма әлде? Расымен де шың барған сайын биіктеп бара ма? Я, бұрынғыдан да биік. Шыңның төбесі қайда? Әлде қашан жетіп алуым керек еді? Көмектесіңдер! Тұрыңдар. Сен оны құтқарып қалдың, Кәрім. Рас па? Мұндай кереметті бұрын соңды көрмеппін. Тірімін бе? Тірі екенмін ғой. Сенің еш пайдаң жоқ. Міне қашан, темір тұлпарым. Дайын болып қалды. Бітуге аз ғана қалды. Айтып тұрмын ғой, шың барған сайын өсе берді. Ананың сиқырлап тастағаны анық. Солайды, жарайсың. Сонымен, шың басына шыққандарында үйлеріңе қайтар едіңдер. Ал мен болсам Шахризада секілді сүйкімді жандарды сағынып отырар едім. Ал оны өзім-ақ құртам. Саған не керек өзі? Кәрім, жоқ. Сен мұстан. Ханшайым! Қанша рет айтам, мен ханшайыммын. Қонақтарды осыншама алдайтын ханшайымды бұрын соңды көрмеппін. Маған ұқсайды екенсің. Ал мен сендей жанды көргенмін, дәл сен секілді. Ол сатқын, анағаштардың бірінде салбырап тұру керек еді. Алайда жолы болып қашып кетті. Сондықтан абайла. Мені ана бастардың біріне айналдыра алмайсың. Оған бола бәстескім келмейді. Себебі сен қорқақсың, жеңіліп қалатыныңды білесің. Ұлы Сандыбат ешқашан, еш жерде. Бос сөзді қой. Ендеше сен менімен бәстесетініңе бәстігем. Олай жасамайтыныма бәстігем. Мен сонда... Бәстіктің бе? Я, әрине бәстіктің. Сандыбат, Қаған деген ай. әттегендай. Енді не айтасың? Ержүрек Сандыбат капитан. Рахмат. Пайдасы жоқ. Харун Халидтің кітаптарының бәрі пайдасыз. Құрып кеткір. Олардың несі жақпай қалды? Мына пайдасыз кітаптарда өмір ағашы жайлы дұрыс ештеңе жазылмаған. Бар болғаны ағаш сиқырды жояды, жаманды жақсыға айналдырады делінген. Ал ағаштың қайда екендігі мүлдем жазылмаған. Қане, жыр тұлпарым, шапқыла. Ей, қозғал. Бірдеңе істесеңші. Қозғал. Шахзаман, тез арада аттан түс. Қазір түсем қымбаттым. Мынау не? Жай достым. О, тұлпарым. Тыныш. Шахзаман, бері кел деймін. Шахзаман. Көмектесіңдер. Көмекке тез ақпақ.
рұқсат ханшайым, Сандыбатқа жасаған сиқырыңды қайтарып алуың керек. Ал мен олай ойламаймын. Айтпақшы, маған қасыма қосылған кішкентай Сандыбатым ұнап қалды. Қайткен күнде де шығуым керек. Сандыбат туралы кейінірек сөйлесе жатармыз. Мен сенмен барамын. Таяу шығыстан мұндай қатыгез мыстанның қасында салбырап тұрғым келмейді. Жүр, кетсек кетейік. Андағының бәрін сандыққа сал, Осман. Содан кейін мына жарамсыз кітаптарды лақтырып таста. Құп болады, ханым. Әзірге лақтырма, Осман. Олардың бірінде темір тұлпарды қалай қалпына келтіру керектігі жазылған болуы мүмкін. Мұна темірлерді қайта құрайсыз ба? Дәл солай. Жүрек жұтқызар жорық болды. Маған ұнады. Енді жерге қалай қону керегін үйренсем болды. Қарсы болмасаң, ана кітаптан бастайық. Иә. Мен бұл жолғы шешімімді дұрыс қабылдамаған сияқтымын. Аяқтарым ештеңе сезбей қалды. Дем алмасам болмай. Не істесеңге, төмен қараушы болмашы, өтінем. Бұлай тұр, көзімді жауып тастадың. Бірдеңе істеші, өтінем. Не? Жоқ. Келесі. Андағылардың бірінде шығар. Сұлтанның тұлпарына тек сұлтан ғана отыра алады. Түсінікті болды. Нұсқаулық осында. Неге ертерек айтпадың, Осман? Данил, қош, өзіңді құтқарып ал. Айта алмаймын, солай істеп келем, бірақ қолдарым жіберер емес. Айтқанымды орында Өтінем, бірдеңе істе. Жақсы, жарайды. Кәрім, Ой! Қара дүниесада. Менің темір тұлпарым. Бірақ, мынаның көзін Османға құрт демеп педім. Иә. Алайда бұл таңғажайып нәрселер жасай алады екен. Тыңдашы, бұл тұлпар сұлтан қай жерде жүрсе де іздеп таба алады. Қалай жұмыс жасайтынын көрейік. Қазір темір тұлпарым сұлтанды тап. Қайда барады? Ей, мен мұндамын. Қарауыл, ұстаңдар оны. Тоқтатыңдар. Ол Кәрімді іздеп жүр. Алайда ол маған керек. Неге бәрі тек сол алуы тиіс? Сенің мына ойыншығың мені өмір ағашына тура апаруы мүмкін. Сонда қалай? Оның көзі тірі кезінде Шахризада қандай әрекетке барса да бауырымды ханзада қалпына келтіру үшін бір нәрсені іздері анық. Ол өмір ағашы. Тастаңдар, ақымақтар, ұстаңдар. Темір тұлпарымды ұстаңдар. Жоқ, кете берсін. Не? Менің темір тұлпарым. Клем. Ой, темір тұлпарым кетіп қалды. Қабәт деген-ай. Сенің досың өтірік істеп жатқан сияқты. Ол қатты құлаған жоқ қой. Өзгелердің қайғысына жаның ашмайтын не деген тас жүрек едің. Сандыбат та сол секілді. Ол жақсы адам. Бақ. Көп сөйлейтіні бар шығар, бірақ жақсы. Ол есіме алғым келмейтін біреуді есіме түсірді. Кімді? Оның есімі Шариф Ханзада болатын. Сол жайлы айтып берші, өтінем. Жоқ. Өтінем.
Жарайды, айтам. Бұл жерде өмір бойы жалғыз тұрған жоқпын. Анам пері болатын. Ал әкем дәулеті тасыған патша еді. Бәріміз осы аралдағы патшалықта тұрдық. Аралымыздың байлыққа толы болғаны соншалық басқа елдерден тығылып өмір сүрдік. Ары қарай не болды, Бану Перизат ханшайым? Ханшайымдар армандаған дүниенің бәрі менде болды. Алайда мен жалғызсырадым. Сол сәтте теңіз жағасында Шариф ханзада пайда болды. Маған деген сезімін білдірген сәтте мен оған шын жүрегіммен қалтықсыз сендім. Сөйтіп, патшалықтағы әкемнің бар байлығы жайында айтып бердім. Күндердің бір күні Шариф ханзада үйіне барып, әкесіне мен жайлы айтпақшы болды. Маған міндетті түрде оралатынын айтып ант су ішті. Алайда олай болмады. Есесіне әкесі әскерін алып келді. Олар әкемнің байлығын ұрлап, патшалығымызды өртеп, жермен жексен етті. Сондықтан да ойланбастан сезімдерім білдіре салатын сымбатты жігіттерге сенбеймін. Сенің де оған сөзсіз сенгеніңді қаламаймын. Алайда Сандыбат сен ойлағандай адам емес. Кәрім де сондай. Олар жақсы, адал жандар. Бақ. Ол жөнінде біраз ойлануым керек. Ал сенің көк түсті досыңның адал екенін байқаған секілдімін. Мынаның көмегі тиіп қалады. Аралдағы жейтін тағамдардың бәрі бірдей зиян емес, Шахризада. Қане? Не болды? Анау не? Кәрім, ол сені танып тұр. Танымағанда ше, бұл тұлпар сенің әкеңе тиесілі. Ол мұны қандай да бір қиындық туған сәтте сұлтанды тауып оған көмектессін деп жасалған болатын. Тоқта, қашаннан бері есте сақтайтын қасиет пайда болды. Бұл ұшатын тұлпар емес пе? Мұндай ғажайып затты ұмыту мүмкін емес. Ол бізді ағашқа апара алады. Кел. Жоқ, бұл жаққа бармаңдар. Себебі ол ағаш. Тоқтайды. Әне олар. Өмір ағашы. Дұрыс айтыппын. Бер деймін. Шахризада. Бара бер. Мен ұстап алдым. Өмір ағашы. Ақыры жеттік-ау. Мұнда не болып жатыр? Көмекшілері. Тұлпардың көзін құртыңдар. Кілемнен ұстаушы болма. Жоқ, сен ұстама. Менің аралыма сені кім шақырды? Тездет, Кәрім, жемісін жесеңші. Мен болмайды. Қараш. Бану Перизат мұны да сиқырдың күшімен жасаған сияқты. Жоқ, мүмкін емес. Бұл оның кезекті ойындарының бірі. Бұлай жасауға қалай ғана дәті барды. Өтінен байқашы ханшайым, ол ешкімді аямайтын тас жүрек мейірімсіз сиқыршы. Жоқ, бұл өтірік. Мен мұнда алтын қалашық сұлтанының бұйрығымен келіп тұрмын. Қаласаң бұрын соңды көз алдыңа елестетіп көрмеген байлық берем. Менде байлық болған. Сен өзің секілді ұрылардың халықтан тонаған байлығы жайлы айтып тұрсың ба? Олар да келді. Ол неге адамға айналмаған? Өйткені ағаш шынайы емес. Сен ол жайында білдің ғой, солай ма?
кешір. Шыңның басына шыға алмайсыңдар деп ойлаған едім. Сонау биікке ағаш орнату үшін сиқырымды қолдандым. Сол арқылы келушілерді қызықтырамын деп ойлағам. Сені ме өтірікші мыстан? Мен саған көрсетейін. Мені мыстан деуші болма, мыстан. Мен ханшайыммын. Енді менің аралымнан көзіңді қыр. Қуана, сендерге осы жер ұнайды деген үміттемін, себебі сендер ешқайда да бара алмайсыңдар. Менің тұлпарым. Тұлпарым енді жоқ. Ол маған мүлдем ұнаған жоқ. Бірақ ол қателеседі. Сендер менің аралымнан кет аласыңдар. Оған қоса достарыңды да ала кетсеңдер болады. Аяғымның астындағы қара жерді басудың өзі ғанибет екенін енді түсіндім. Көп рахмет, құрметті ханшайым. Оу, сен расымен де қызық жігітсің. Өмір ағашы жайлы сендерге айтпаған бір нәрсем бар. Әкем Ифраттың тас жазбаларын оқи білген көрінеді. Ол кім? Өмір ағашы жайлы бәрін білемін деп ойлайтын мейірімді шын. Оны қайдан тапсақ болады? Ол шөл далада өмір сүреді. Ал мынау әкем қалдырған карта бір қажеттеріңе жарар. Рахмет ханшайым. Бұл жақсылығыңды қайтып өтесек екен. Маған бөтен болмасаң болды. Айтпақшы, көк түсті досыңа сәттілік тілеймін. Мен ұмытпаңдар. Жолдарың болсын. Жаңа ол саған не жайлы айтты? Айтарлықтай ештеңе емес, қыздардың арасындағы әңгіме. Бану Перизат берген картаны алып, шөл далаға аттандық. Сөйтіп, өмір ағашы жайлы бар шындықты білгіміз келді. Ол жерге жетіп едік. Біз іздеген шын талаптарын қойып бізді таң қалдырды. Алайда бұл келесі күннің еншісіндегі әңгіме.